Сәлеметсіздер ме, құрметті YouTube арнасының көрермендері. Мен қазақ этнографиясы бөлімінің этнологы Шерікбай Жанбота. Сіздерге қазақтың ши тоқу өнері мен шидің түрлері туралы баяндайтын боламын. Ши, шөлейтті жерлер мен тау беткейлерінде, өзен жағасында өсетін, биіктігі 1,5-2 құлаштай, сабағы жіңішке, қияғы бар қамыс текті өсімдік. Ертеде бабаларымыз өсімдіктің өскен жеріне қарай елді қондырған екен. Мәселен, құмдауыт, шөлейт жерде қалың ши өсіп тұрған маңға қоныстанған. Ши жер асты суға жақын жерде өсетіндіктен сол жерден құдық қазған. Ши тоқу өте жауапты сәт. Шиді қарапайым жасалған түйе белмен тоқиды. Биіктігі 1 метр шамасындағы аша басты 2 ағашты тоқылатын шидің көлеміне қарай 1,5 метрдей ара қашықтықта жерге қағады. 2 ашаның ортасына бел ағаш құрады. 2 ағаштың ортасын тоқылатын жіп айнып кетпес үшін әр жерінен кертілген жуандығы 3 елідей жұмыр бел ағаш салынады. Шиге тоқылатын иірілген жіпті қос қабаттап ширатып, салмақ беру үшін көбіне оның тастың сыртына шешіліп кетпестей мықтап байлайды. Салмақты тасқа байланған жіпті аналарымыз салма деп атайтын. Салманы алма-кезек айқастырып отыру үшін белағашқа арасын бір қарыстай етіп, тең орта тұсынан көлденеңінен іледі. Белағашты бойлай ілінген жіптің ортасына бірінші шиді салып, жіптерді алма-кезек айқастыра тоқуды бастайды. Шиді қолданысына қарай тығыздықпен тоқиды. Құрт жаюға, қазан бетіне жабатын шиді сиректеу етіп тоқыса, тұтынатын шиді тығыз етіп тоқиды. Тоқылған ши, ақ ши, шым ши, ораулы ши деп үшке бөлінеді. Ауылдағылар іргеден жел соқпасын деп, керегені айналдыра тұтатын шиді көбіне кереге ши деп жалпылама айтатын. Қазақ арасында осы ши түрлерінің әр қайсысы орын-орнымен қолданылады. Мәселен, ақ шиді оралмай, құр өзі тоқылатын болғандықтан көбінесе киіз басуға, өре жаюға, сүзгіге, шыптаға, мал сойғанда, еттің астына салуға, сырғауыл салынған үйдің төбесіне жабуға ұстайды. Ал өне бойы түгел оралған өрнекті шиді шым ши дейді. Оны киіз үйге ас, су, ыдыс аяқ тұратын жерге қоршау етеді. Кейде оны түскүйгіз орнына да ұстайды. Ши тарту, оны аршу, орау, жөн орап тоқу науқан сияқты ауыл азаматтарының бәріне ортақ жұмыстар. Ши тартуға ауылдың қыз-келіншектері мен жігіттері жиналып, орталарынан соятын қойын, қымызын дайындап, домбыра, қобыз алып ұйымдасқан түрде кірісетін. Қазақтың ши тарту биі, ши шымылдық дейтін ұлт ойындары содан қалған. Біздің музей қорығымызда ақ ши, оралған ши, түйенің қойдың жүнінен жасалған және түрлі түсті жіптен тоқылған шилер бар. Бұл ақ ши. Қабығынан аршылып тазартып барып, өңделмей сол қалпында тоқи салған табиғи көріністегі ши. Ал бұл ораулы ши. Түрлі түсті өңнен боялған, қой жүнімен орап, ою өрнекпен бедерленген ши. Бұлар шым шилер. Аса сәнді безендірілген, үй ішіне де көбірек пайдаланылған ши. Бұл да түрлі түсті жіптен, ою өрнекпен тоқылған оралған ши. Бұл біздің музей қорығымызға сән беріп, төрімізде ілулі тұрған шым ши. Түрлі түсті жіптен өрнектеп безендірілген. Авторы Ақашева Күләш, декар типті қолданбалы өнер шебері. 1953 жылы Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданы Жоғары Тайынта ауылында дүниеге келген. 1978 жылы суретшілер үйінде жұмыс істеп, қазақ халқының дәстүрлі қолөнері, ши тоқу, тоқыма, киіз бұйымдар жасаумен айналысқан.
Ақашева күләштің бұл туындысы жез ши деп те аталады. Бұл ерте уақыттағы жез оралған кезден қалған атау болса керек.